Қандай сұрақтар қоясыздар? Шапагат Мурза, вот у меня есть в команде женщина, у ребенок родился, не говорил, теперь она, значит, сейчас я правильно, просто қазақшамды жеткізе алмаймын жаңағыны айтуға. Ладно, на русском можно. Мен сұрағымды қоя берейін, не орысша, сіз қазақша жауап берсеңіз тыңдай береміз. Ол кісіге қазақша керек пе, орысша керек пе? Қазақша ол қазақ кісі, просто мен қазақшамды жеткізе алмай қалам ба деп тұрмын да. Онда мен қазақша жауап беремін. Я жауап бере беріңіз. Ребенок не разговаривал, потом его там водили по всем врачам, лечили его, значит, он все понимает, слышит все, делает все, ну вот игры играют, все руками все делает, но до сих пор не говорит. Поставили диагноз, там вроде как говорили, что у него нехорошие диагнозы, там, что он недоразвитый, но у него все он понимает, все делает, но не говорит. Түсінікті, иә. Негізінен кез келген эпилепсия ол мына жүйке жүйесі, нервный системаға байланысты болады. Кез келген эпилепсия. Негізгі эпилепсия ол үлкен адамдарда да бола береді, әйел адам барлық адамдарда болады эпилепсия. Бірақ өмірінде бір рет қана болған ересек адамдарда оны эпилепсия деп есептелмейді. Егер бір эпилепсия бірнеше рет қайталана берсе, онда оны эпилепсия деп диагноз қоюға болады. Эпилепсияның негізгі себептерінің біреуі ол мидың зақымдалуы. Мидың зақымдалуы эпилепсияны тудыруы мүмкін. Бірақ оған туған кездегі оттегінің жетіспеушілігі, өмірдің кез келген уақытында алған бас жарақаты және инсульт, қан тамырларының бірінің бітелуіне немесе қан кетуден туатын мидың бір бөлігінің зақымдалуы жатады. Сонымен қатар эпилепсияның тағы бір түріне зат алмасудың бұзылуы. То есть обмен веществ бұзылған кезде нейрондардың қалыпты жұмысын бұзу арқылы жалпы ұстамалар тудырады. Ұстама деген жаңағы эпилепсия қойылды. Бұл қандағы глюкоза деңгейі айтарлықтай төмендеген кезде. Қандағы глюкоза деңгейі ол көтеріліп кетсе де ол жаңағы адамға зиян, нормадан төмен түсіп кетсе де ол өте қатты зиян болады. Сол кәгірі жаңағы глюкоза мөлшерден төмен түсіп кеткен кезде сол кездерде жаңағы эпилепсия болуы мүмкін. Сонымен қатар ішімдік пен есірткіге салынатын адамдар да болады. Ішімдік пен есірткіге салынып уланған кезде немесе сол ішімдік пен есірткіден емделіп жүрген адамдарға оларға бірден жаңағы тоқтатуға болмайды, жаңағы аз мөлшерде оларға жаңағы определенный жаңағы ішімдік пен алкогольмен нені беріп отырады ғой, емдеу үшін. Сол кезде соны резко тоқтатқан кезде де сондай болуы мүмкін. Жаңағыдай. Бақытымызға орай ми іскі эпилепсиясы салыстырма түрге алғанда өте сирек кездесетін себеп болып табылады. Ми іскі эпилепсия себебін ересек кездегі өмірде алғаш рет эпилепсия болған барлық науқастардан алып тастау керек. Я оны айттым алдында. Сондай-ақ электроэнцефалогия нәтижелері генетикалық эпилепсияға тән емес, немесе оларды адекватты балама түсініктеме болып көрінбейтін балалар мен жасөспірімдерден, мысалы, туу кезіндегі жарақат. Туу кезіндегі жарақат ми ісігі эпилепсия себебін алып тастау керек. То есть жаңа туу кезінде жарақат алған балаға жаңағы ми ісігі эпилепсиясы қойылмайды ешқандай диагноз. Оның алдын алу себептері көптеген адамдар кейде триггер деп аталатын құрысуды жаңағы тудыруы мүмкін жағдайлардан аулақ болу арқылы ұстамаларын минималды азайта алады. Мұндай триггерлерге ұйқының қанбауы, алкогольден шамадан тыс тұтыну, эмоционалдық бұзылулар, немесе дәрі-дәрмектерді қабылдауды жіберіп алу жатады. Адамның жалпы игілігіне қамқорлық және қамқорлық оның эпилепсиясын толықтай басқаруының маңызды бөлігі болып табылады. Енді біз эпилепсияға қатысты біздің қайырлы тамыр таблеткалары как раз сол жаңағы глюкозадан адамның жаңағы қандағы глюкозаның қалыпты деңгейден төмендеуінің сақтайды.
Сонымен қатар мына Я же нерв просто жүйесіне написала әсер беру постоянного арқылы лидера сегодня. жаңағы Ольга, не забудьте, сегодня вы эпилепсияға қарсы выступаете. әсер береді. Енді менің түсінігімде эпилепсияны толықтай емдеп кету деген жоқ, тек Он, алдын да, алып не профилактика жасап отвечает отырып, за жаңағы этот. адам денсаулығын А там кто в тебя дұрыстау. там есть? в Менің офисе? түсінігім сондай. Түсінікті болды ма, болмады ма білмеймін. Тогда, может быть, этот... Түсінікті, рахмет сізге. не вот тогда. Жаңағы мына тмин мен нені чеснок жағын айтасаңызшы, Тогда я пожалуйста, сейчас қалай Ахмад Ханна көмектеседі, попрошу. неге көмектеседі Этот. соны. Аха. Нет, на сегодня. Енді Сегодня, если его не будет. біздегі жаңағы тимин таблеткасы, тимин болғанда тек қана Қазақстан, жаңағы чтобы қара она зер емес, маркетинг оған имбир сделала. қосылған ғой, имбир. Сондықтан имбир жаңағы тиминнің жаңағы иммундық Да, жүйені да, тоже күшейту мой. Ага. қасиетін көбейтеді. Біріншіден, екіншіден имбирдің қасиеті ол өте үлкен антиоксидант. Яғни ол мына болып тұратын біз не дейміз ғой әлгі стресс. Болып тұратын стресстерді азайтады имбир. Сол арқылы жаңа көтерілген иммунитет бір қалыпты тұрады. А егер адам иммунитетін жаңағы қазы қартап жеп те көтеруі мүмкін, витаминдер ішіп те көтеруі мүмкін, жеміс жидек, овощтар жеп те көтеруі мүмкін. Бірақ адамның иммунитеті тұрақты болмайды, ойнап тұрады. Біресе түседі, біресе көтеріледі. Сондықтан жаңағы оның бәрі біздің миымыздағы стресс, нервный системаға жаңағы жүйке жүйесіндегі стресске байланып қалған. Сондықтан әр адамда стресс әртүрлі болады. Bir адамда жай ғана қарапайым стресс, жаңағы просто беспокойство, алаңдау, соның өз стресс тудырады. А бір адамдарға қатты қайғыру стресс тудырады. Сол сияқты адамдар әртүрлі. Сондықтан жаңағы стресс ол бүкіл аурудың негізгі себебі сол. Сол стрессті жаңағы азайту үшін жаңағы именно имбир сондай қасиеті бар. Сол арқылы біз жүйке жүйесін тыныштандырамыз, нервный клетканы восстанавливаем, нервный клетки. Содан кейін жаңағы шаршауды, содан кейін шаршаумен қатар жаңағы ауырсыну сонда алады. Сол жаңағы тимин плюс сондай қасиеті бар, жаңағы колонжи плас деген таблетка ғой енді, имбир мен тимин. Ал енді екінші гардина таблеткасына келетін болсақ, ол жасыл таблетка. Ан алдындағы таблетка ол қара таблетка болған. Мына жасыл таблетканың бұның құрамында 5 түрлі компонент бар. Негізгі основной компонент ол сарымсақ, чеснок. Одан кейін қызыл пияз, одан кейін черный тмин, жаңағы қара зире, сонымен қатар жаңағы имбир, лекарственный имбир. Сонымен қатар камифора мукул деген оңтүстік ағаштың бір шайыры бар, комет южного дерева. Сол 5 қоспа бір-біріне пропорциялық түрде қосылу арқылы бір-бірін күшейтіп, сол жаңағы жақсырақ эффект беруге расчет жасалып алынғанда сонда. А негізгі гардинаны ол кішкентай балаларға ішуге болмайды. Ол тек үлкен адамдар ғана ішеді. Яғни енді 18 жас дейміз ба, 17, 16, 17 жастан жоғары деп айтсақ болады. Сонымен қатар бала емізетін әйелдерге, сонымен қатар екіқабат әйелдерге ішуге болмайды. Алдында ұмытып кетіппін, алдындағы жаңағы қара зире мен имбир таблеткасын оны 3 жастағы балалардан жоғары ішуге болады, ал екіқабат әйелдерге ішуге болмайды. Өйткені черный тмин, қара зире ол толғақты тездетіп жібереді. Сол себептен ғана оны жаңағы екіқабат әйелдерге ішуге болмайды. Ал гардинаны екіқабат әйелдерге де ішуге болмайды. Сонымен қатар лактоза, емізетін әйелдерге де ішуге болмайды. Жаңағы жасыл таблетка, гардина, оның негізінен оны кешке ұйықтар алдында ересек адам профилактика үшін, кез келген жүрек қан тамыр ауруларының алдын алу үшін күніне 2 таблетка ішіп тұрған дұрыс. Сол кезде ол қандағы холестерин мен қан деңгейін реттейді. Сонымен қатар тамырларды мүмкіндігінше тазалайды. Сонымен қатар қанды сұйылтады. Сонымен қатар
жаңа Галина таблеткасы. Ол так. Мысалы, егер қант диабетінің екінші түрімен ауыратын адамдар. Енді ол где-то бұрынғы кезде 40 жастан асқан адамдарда болатын, қазір уже ол жасарып кетті. 30 жастан асқан адамдарда да жаңа қант диабетінің екінші түрі жаңа кездесіп жатады. Сол адамдар, егер ауыратын адамдар болса, онда ол кешкі ұйықтар алдында 2 таблетка емес, оған врачтың назначениесі керек. Оның қаншалықты қантының көтерілуіне байланысты ол назначение сонда соған сәйкес болады. Әрине туралы айтып болдым ба? Болған сияқты. А вот, например, адамдар бізге айтады ғой, жаңағы қара тмин аптекада сатылып жатыр, арзандауы да бар. Сонда біз қалай айтуымыз керекпіз біздің айырмашылығын? Чем мы лучше? Иә. Енді бұл жерде черный тмин, жаңағы қара зиренің жаңағы негізінен әлемде Эфиопия жерінде өсетін қара зире ең жақсы қара зире деп есептеледі негізінен. Бірақ кез келген май, ол жаңа қара зиренің тминнің майы болсын, басқа май болсын, адам ол 2 айдан артық подряд тоқтатпай ішуге болмайды. Өйткені 2 айдан артық ішкен адамның мына бауырына ол ауыр келеді. 2 айдан кейін міндетті түрде оған жаңа үзіліс жасау керек, 1 жарты ай ма, 1 ай ма тоқтатып, содан кейін ары қарай қолдануға болады. Ал біздің жаңа таблетка, бұл қай уақытта қаласаңыз сол кезде іше бересіз. Оның үстіне ол имбирмен күшейтілген. Ол иммунитет ойнамайды, ол иммунитет. Сол жағынан біздің жаңа главный козыр, жаңа біздің жаңағы қара зире мен имбир. Ол именно жаңағы иммунитетті тұрақты ұстайтын препарат деп есептейміз.